Сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Жаңа мен сендердің өздеріңе заттарыңды жинап алдым, бірақ кімнің қандай зат бергендеріңді бір-бірлерінен көрген жоқсыңдар. Енді қазір осы затты мен екі топқа бөлемін. Содан кейін осы екі топқа бөлгеннен кейін осы топтың иелері келіп, қазір заттарын алып сол топқа отырады. Мына оң қолымда тұрғаны ақ қасқа тобы болады, сол қолымда тұрғаны жаңағы көкжал тобы болады. Ал келіңдер. Жақсы, өте тамаша. Ақ қасқа тобында жаңағы 4 адам, бізде жаңағы көкжал тобында 7 адам отырған екен. Өте тамаша. Енді осы сабағымызды бастамас бұрын бүгін өзіміздің көңіл күйімізді білдіріп алайық. Келіңдер ортаға шығып, бір-бірімізге жаңағы көңіл күйімізді білдіріп алайық. Дөңгелек болып тұра қаламыз. Жақсы. Арман, бүгінгі сабақта тек қана сәттілік тілеймін. Өзіңнің біліміңді ортаға салып, биік шыңдардан көріне бер. Бейбарыс, бүгінгі күні сәтті өтсін. Әлем бүгінгі сабақта жақсы бол. Бүгінгі сабаққа жақсы болсын. Аяғым бүгінгі сабаққа саған белсенділік танып. Айым бүгінгі күнде сәттілік. Бүгінгі күнде сәттілік. Рахмет, балалар, орнымызға отыра қалайық. Сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Жаңа мен сендердің өздеріңе заттарыңды жинап алдым, бірақ кімнің қандай зат бергендеріңді бір-бірлерінен көрген жоқсыңдар. Енді қазір осы затты мен екі топқа бөлемін. Содан кейін осы екі топқа бөлгеннен кейін осы топтың иелері келіп, қазір заттарын алып сол топқа отырады. Мына оң қолымда тұрғаны ақ қасқа тобы болады, сол қолымда тұрғаны жаңағы көкжал тобы болады. Ал келіңдер. Жақсы, өте тамаша. Ақ қасқа тобында жаңағы 4 адам, бізде жаңағы көкжал тобында 7 адам отырған екен. Өте тамаша. Енді осы сабағымызды бастамас бұрын бүгін өзіміздің көңіл күйімізді білдіріп алайық. Келіңдер ортаға шығып, бір-бірімізге жаңағы көңіл күйімізді білдіріп алайық. Дөңгелек болып тұра қаламыз. Жақсы. Арман, бүгінгі сабақта тек қана сәттілік тілеймін. Өзіңнің біліміңді ортаға салып, биік шыңдардан көріне бер. Бейбарыс, бүгінгі күні сәтті өтсін. Әлем бүгінгі сабақта жақсы бол. Бүгінгі сабаққа жақсы болсын. Аяғым бүгінгі сабаққа саған белсенділік танып. Айым бүгінгі күнде сәттілік. Бүгінгі күнде сәттілік. Рахмет, балалар, орнымызға отыра қалайық. Сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Жаңа мен сендердің өздеріңе заттарыңды жинап алдым, бірақ кімнің қандай зат бергендеріңді бір-бірлерінен көрген жоқсыңдар. Енді қазір осы затты мен екі топқа бөлемін. Содан кейін осы екі топқа бөлгеннен кейін осы топтың иелері келіп, қазір заттарын алып сол топқа отырады. Мына оң қолымда тұрғаны ақ қасқа тобы болады, сол қолымда тұрғаны жаңағы көкжал тобы болады. Ал келіңдер. Жақсы, өте тамаша. Ақ қасқа тобында жаңағы 4 адам, бізде жаңағы көкжал тобында 7 адам отырған екен. Өте тамаша. Енді осы сабағымызды бастамас бұрын бүгін өзіміздің көңіл күйімізді білдіріп алайық. Келіңдер ортаға шығып, бір-бірімізге жаңағы көңіл күйімізді білдіріп алайық. Дөңгелек болып тұра қаламыз. Жақсы. Арман, бүгінгі сабақта тек қана сәттілік тілеймін. Өзіңнің біліміңді ортаға салып, биік шыңдардан көріне бер. Бейбарыс, бүгінгі күні сәтті өтсін. Әлем бүгінгі сабақта жақсы бол.
бүгінгі сабаққа жақсы болыңыз. Аялым, бүгінгі сабаққа саған белсенділік танытты. Хорошо, айым бүгінгі күнде сәттілік. Бүгінгі күніміз сәтті өтсін. Рахмет балалар, орныңызға отыра қалайық. Енді қазір мен сендерге мына төмендегі сөздерді оқып беремін. Соның қай кейіпкердің сөзі екенін топтың жаңағы кім жауап береді, сол мені басып жауап береді. Жаңағы қоңырау шағын. Бірінші, қасқырды асырау жақсылық әкелмейді деп кім айтты? Құмаштың ағасы айтты. Құмаштың ағасы айтты. Жақсы. Мен көксеректі жақсы көремін. Ол бізден қалады. Жақсы Құмаш айтты дейді. Қасқыр түз тағысы. Оның орны далада деген кім айтты? Құмаштың көкесі. Құмаштың көкесі. Жақсы. Ауылға қауіп төндіреді дейді кімнің сөзі? Ағасының сөзі. Жақсы, ағасының сөзі. Енді осыны тексерейік. Қасқырды асырау жақсылық әкелмейді деп бұл сөзді айтқан ауыл ақсақалдары екен. Жаңағы топ болып отырған уақытта не дейді? Бұл жаңағы жақсылық әкелмейді дейді. Мен қазір мәтін беремін. Осы мәтінді екі топ өздерің оқып, осы мәтін не жайында? Қандай уақиғаны көз алдыларына елесін мұқият оқып аламыз. Мәтінді әрқайсымыз мұқият оқып аламыз. Мәтінмен, фабуласымен таныс болғанбыз. Енді фабуланы таныс болғаннан кейін бұл мәтін бізге немене? Жаңа мәтін болып келмейді. Өйткені бұл мәтіннің біз уақиғасын білеміз. Енді осыны ары қарай қазір талдаймыз. Мәтінде не айтылған екен, не жайында екен, қандай ой түйіндейсіңдер осы мәтіннен. Өзіміз ақылдасып, ортамыздан біреуіміз жаңағы жауап беруге болады. Жақсы, көкжал тобы болыпты. Қалған топтар тыңдаймыз. Ал жақсы басы қойдырын. Жақсы. Бұл жерде осы көксеректің немесін осы қанша неместесе де адамдар бақса да соларға қарай керісінше шабуыл жасайды. Ол өз қандастарын тауып көксерек. Сол адамдардың мал мүлкін, түйесін, соның бәрін жеді. Ақыр аяғында өзін баққан есін жеді. Ақыр аяғында баққан есін жеді. Жақсы. Қосатындар бар ма, Арман? Нұрымға келсесіңдер ме? Жақсы. Топпенен келседі. Екінші топ. Қайсыны айтасыңдар? Қасқырдың бойы қасқырдан кіші емес, олар сонда қасқырдан ұзын болып келеді. Қасқа үйдегі жаңағы етекене. Аяқтарына жуандық, сондығы да сондай кем емес. Аяғының жуандығы да жаңағы қасқырдан кем емес екене. Жаңағы бұл иттің де немесі. Қасқырдан ешқандай күші кем болмайды екен. Тағы да кім қандай ой қоса алады? Денесі ақ сары болып келген екен. Оның да бір ерекшелігі бар екен. Балалар, тағы да ашу да ерлік те бір өзінде. Ашу да ерлік те бір өзінде дейді. Сонда оны біз қасқырмен салыстыра аламыз ба? Қасқырмен салыстыра алады екен. Өйткені оның немесі ашуы да, жаңағы оның ерлігі де ол қайтеді? Қасқырды жеңеді екен. Енді біз бір жағынан көксеректі ең алғаш жаңағы өсірген уақытта, Құмаш өсірген уақытта, біз ол күшікті бәріміз жақсы көрдік па? Бәріміз жақсы көрген екенбіз. Өйткені ол күшік кәдімгі үйдегі өсіретін күшік ретінде біз қайттық, оны қабылдаған екенбіз. Бірақ жаңағы сендердің мәтіндерінде не деді? Ол сол ауылда өскен күшік болып қалды ма? Жоқ. Өз қандастан. Ол бәрібір өзінің немесіне, тегіне тартқан екен. Ал енді біздегі
ол қайтты. Қасқырмен достасты ма? Жоқ. Достасқан жоқ. Оның да жаңағы ерлік күшімен ол да жаңа қасқырға қарсы тұра қалған екен. Өте жақсы балалар. Енді келесі тапсырмамыз одан әрі жалғастырайық. Енді балалар. Өйткені мен жабайын. Мен адамдарға неге сенбеймін? Жасалған көргенде жақсы. Ай. Мен қатыгез емеспін. Мен Құрмашпен таныстым. Құрмаш маған жылулықпен қарады. Адамдарға неге сенбеймін? Өйткені мені аямады, ұрды, қатыгез болды. Ауыл иттеріне талатты. Мен неге орманға оралдым? Мен өсе келе өз үйірімді таптым. Өсе келе мен өз үйімді таптым. Өте жақсы. Айша. Мен дала тағысымын. Адамдарға неге сенбеймін? Өйткені адамдар мені байлап қойды. Мен неге орманға оралдым? Мен өсе келе өз үйімді таптым. Мен өсе келе өз үйімді таптым. Үйімді таптым. Жақсы, Бейбарыс. Менің атымды Құрмаш деген бала қойды. Ол маған өмір сүруді үйретті. Адамдарға неге сенбеймін? Мен адамдарға сенбеймін. Өйткені олар мені кішкентай кезімнен ұрып, иттерге талатты. Мен неге орманға оралдым? Мен орманға өзімнің қандастарымды тауып оралдым. Жақсы, қандастарымды тауып оралдым дейді. Аяғым. Мен дала тағысымын. Мен адамдарға неге сенбеймін? Өйткені адамдар мені ұрып және ауыл иттеріне талатты. Мен неге орманға оралдым? Өйткені мен өзімнің бөтен екенімді білдім. Мен өзімнің бөтен екенімді білдім дейді. Өте жақсы, иә балалар? Сонда бізде көксерек қатыгез бе балалар? Жоқ. Көксерек қатыгез. Оны кім қатыгез қылды? Адамдар қатыгез қылды, иә? Көксерек бізде қорғансыз ба? Қорғансыз. Өйткені оны ауыл адамдары қайтты. Ауыл иттеріне Ұрып соққыға жықты, итке талатқызды. Иә? Және байлап қойды, ол мәжбүрсіз қайтты, ол далаға қашып кетті. Егер оған күтім өте жақсы болатын болса, егер оның басқадай жаңағы тәрбие көретін болса, мүмкін көксерек бізден ауылдан кетер ме еді? Ауылдан кетпесе де, мүмкін ауылдан кетпесе. Өте жақсы балалар, өте жақсы. Көксерек жайында біз жаңағы біраз дәлелдеп айттық. Енді бізде келесі салыстыру кестесі. Бағана біз көксеректің ішкі жан дүниесін ақтардық. Көксеректің жүрегімен сөйледік. Біз алдындағы талдауда мәтінде біз ауыл жаңағы адамдарын талдадық. Енді сендерге келесі кезекте салыстыру кестесі беріледі. Бұл салыстыру кестесі Құрмаш пен көксерек екеуінің тегімен шыққан жері, мінезі, қоршаған ортаменен байланысы, одан кейін соңғы тағдыры. Құрмаштың соңғы тағдыры, көксеректің соңғы тағдыры. Бұл бір топқа беріледі. Екінші топқа Вен диаграммасы беріледі. Бұл Вен диаграмма. Ал енді бізде көкжал тобына салыстыру жаңағы кестесі беріледі. Осы салыстыру кестесін әркім отырып қазір толтырамыз. Яғни шыққан тегі жері, одан кейін мінезі, Құрмаштың мінезі қандай, көксеректің мінезі қандай, қоршаған ортамен байланысы, көксеректің жаңағы ортасы қандай, Құрмаштың ортасы қандай, одан кейін соңғы тағдыры, екеуінің де соңғы тағдыры. Соны жазамыз, ал сендерде не Вен диаграммасы? Қандастарын тапқаны. Екіншісі, оның ауылдағы малдарды ұрлап жеуі. Қасқыр ол табиғаттың заңына бағынады. Қасқыр ол табиғаттың заңына бағынады дейді. Екінші дәлелің ол қайтеді? Немен ұрлап жейді? Етті. Адал асты ұрлап жейді. Қанша бағып нетсе де, бағып қалса да, қанша тамаққа тойдырса да, ол адал асты бағып. Біріншісі дәлеліңді оқып жүрші қайтарып. Ол
Ол өз қандастарын тапқан. Ол өз қандастарын тапқан. Жақсы, жарайды. Келесі. Осы көксеректі қатыгез еткен ол Құрмаштың ағасы. Оны өз қандастарынан бөлді, бірінші себебі. Екінші себебі оны Құрмаштың ағасы суға лақтырып ызаландырды. Жақсы. Және үшінші себеп оны күшік кезінде осы еті бағаны үшін ұрып соқты. Ұрып соғып жазалаған екен, е? Ұрып соғып жазалаған екен. Өте тамаша, өте жақсы. Яғни Өйткені ол көксеректі суға лақтырып, тамақ бермей қатыгез етті. Екінші дәлел, адам малдарға айдатқызып қатыгез етті. Үшінші дәлел, ол өз қандастарын тапқан. ол өз қандастарын тапқан. Жақсы, е? Енді тағы бір дәлел балалар, тағы бір дәлел. Сол ауылдың иттерімен төбелесін дәлелдауға бола ма? Иә, иттерімен төбелесін. Ол қаншалықты ол ауылда емін-еркін жүре алды ма? Жоқ. Емін-еркін жүре алған жоқ, иә? Күшік күнінде үлкен иттермен талап, оны кішкентайынан қайтты, оны әбден талап, оны зақымдап, оған қайтты. Одан сайын оның ішкі немесін оятты. Ашығын кері оятқан екен. Өте жақсы, тамаша балалар. Иә? Ал, бейбарыс. Табиғат заңына бағынады дейді. Болмайды екен, е? Ол бәрібір де немене? Даланың заңына қайтеді. Қанында бар дүние, ол бәрібір даланың заңына бағынады екен. Жақсы. Енді келесі тапсырмамызды орындайық. Келесі тапсырма бізде персонаждық эмпатия. Бұнда балалар шығарманы адам емес, қасқырдың жүрегімен көрейік. Біз бағана өзіміз сол қасқырды өзіміз дәлелдедік қой, өзіміз талдадық қой. Қасқырдың жаңағы жыртқыш екендігін, қасқырдың ол үйде ешқандай да жаңағы үйіршік бола алмайтындығын, ол жаңағы ауылдағы малдарды жеу. Енді біз өзіміз көксерек болайық. Көксерек қатыгез бе, әлде қорғансыз ба деген сұраққа жауап іздейік. Яғни мен деген бұл көксерек. Адамдарға неге сенбеймін? Көксеректің жүрегі. Мен неге орманға оралдым? Бұл да көксеректің жаңағы жауабы. Енді осыны қазір өзіміз, әркім өзіміз. Бірақ бір-бірімізге қолдау көрсетіп отырайық. Бір-бірімізге демеу беріп отырайық, балалар? Бір-бірімізге қолдау көрсетіп отырайық. Неге қарап? Екінші дәлел. Неге? Не себепті? Үшінші дәлел. Неге? Не себепті? Адам мекендейтін жерде өмір сүреді екен. Жақсы. Барлықтарыңды да келісесіңдер ме? Айым келісесің бе? Жақсы, өте жақсы балалар. Өте жақсы. Міне сондағы біз қорытындылай келетін болсақ, оқиға көксеректі иттермен төбелескені, екінші оқиға көксеректің орманға оралуы, үшінші оқиға Құрмаштың жүрегі. жақсы. Бірінші оқиға көксеректі суға лақтыруы, екінші оқиға көксеректің ауылдың иттерімен төбелесуі, үшінші оқиға көксеректің Құрмашты өлтіруі. Үшінші оқиға көксеректің Құрмашты өлтіруі. Өте жақсы. Көксерек Құрмашпен танысуы бірінші оқиға. Екінші оқиға ол ауылдағы иттерді ұрлауы. Үшінші оқиға көксерек Құрмашты талауы. Жақсы. Міне балалар, сонда осы мәтіндегі шығармадағы оқиға сендердің естеріңде қалған екен. Бұл оқиға жаңағы бір өзіндік ерекшелігімен қалғаны өте жақсы. Келесі тапсырмада балалар бізде кейіпкерге мінездеме берейік. Кейіпкерге мінездеме бергенде бұны біз ауызша орындаймыз. Сипаттама беріп өтіңдерші. Қандай мінезімен ерекшеленеді?
оқиғада көксеректі ауылға келгенде келгенде не істейді? Ұнатып қалғандасы жақсы. Ал көксерекке сипаттама беріңізші. ол өзінің Қорғансыздығы, оны иттерге талатуы, тағы да сипаттама. Оның мінезі не? ол жыртқыш болу. Жыртқыш, және аяу. Оқиғада қандай рөл атқарады? Оқиғада қандай рөл атқарады? Басты рөл атқарады екен, Құрмаш екеуі басты рөл атқарады екен. Енді көкжал тобы, Құрмаштың әжесі қандай адам? Құрмаштың әжесі Құрмашты жаңағы жақсы көрді. Одан кейін ол Құрмаштың осы жүрегі иә, Құрмаштың аяулы әке шешесі жоқ. иә. Одан кейін және де ол көксеректен қайтты. және де ол қорғанысы келген екен. Жақсы. Ал ауыл адамдарына қандай мінездеме бере аласыңдар? ол көксеректі Жақтамады, көксеректі жақтамады. Одан кейін ол осы көксеректі иттерге талатқызған екен, және де ол көксеректі осы ауылдан қууына себепкер болды. ауылдан қууға себепкер болған екен. Өте жақсы, өте тамаша болды. Жауаптарына өте қанағаттанады. Міне, сонда бізде сипаттама берген уақытта Құрмаш мейірімді, аңқауалы болған екен, жабайы еркін өмір сүрген екен, ал енді Құрмаштың әжесі данағой өмірлік тәжірибесі бар адам екен, жаңағы өздерің айтып өттіңдер. Одан кейін ауыл адамдары қасқырларға дұшпан екен. Міне сонда қарап отырсыңдар балығы, Құрмаш оқиғадағы рөлі көксеректі асырайды, оны қорғауға тырысады, сондағы басты кейіпкер, сондағы осы көксерек әлемнің арасындағы, екі әлемнің арасындағы байланыс болып тұр, балалар. Ол дала тағысы болса да, бірақ ол ауылдағы Құрмаш арқылы қайтты. Ол екеуін байланыстырып тұрды. Енді Құрмаштың әжесі, ол Құрмашты қайтты, сақтандырғысы келді. Бірақ сақтандыра алды ма? Сақтандыра алған жоқ. Еліміндегі басты кейіпкер Құрмашты сомдаған Қамбар Уәлиевтің жаңағы естелігінен бір үзінді тыңдап алайық. көксерек фильмі өте қиын болғаны соншалықты, сол фильмнің әлі күнге күлмеймін. Ешкім айтпайды. Қазір баламды қарасам, өзіме сондай болған ойнап, жаңа алғашқы фильммен екеуінің арасы бір жылда болмайды. Бірақ сондай, жаңағы ол кезде қазір енді киноны бір 15 күнде түсіреді. Ол кезде жылдап түсіретін кино. Қысы бар, жазы бар, соны көшіп қонып жүреді. Содан пленканы шығару керек, Ташкентке барады, тағы бір жаққа барады, сөйтіп жүрген кезде соған көп уақыт өтті. Содан кейін жаңағы бала енді режиссердің қазір мен әр адам өзінің жұмысын жақсы шыққанын ойлайды. Күләнмен де дейді, өйткені Құрмаштың тағдыры өте ауыр тағдыр болды. Оған мен бейімделуге де, осы киноға түсуге де, мен күнделікті сол Құрмаштың киімін киіп жүрмін дейді. Өйткені сол киім арқылы мен өзім сол образға кіруге, мен өзімді дайындадым дейді. Сонда қасқырды дейді, елдің бәрі кетіп қалғанда дейді, қасқыр екеуміз ғана қалдық дейді. Сонда қасқыр сеткінің ішінде отыр, енді оны жібере салмайды ғой киноға түсіргенде. Міне сол сеткіде мен сол қасқырменен бірге жаңағы 15 күндей бірге дағдыландым дейді. Міне көрдіңдер ме балалар? Мына осы Қамбар Уәлиевтің өзінің осындай жаңағы фильмді сомдауының өзі, ол осы Құрмаштың образын ашып, бізге Құрмаштың кім екенін танытып беру өте шебер актердің ісі екен. Жақсы балалар. Адамдар неге ол қасқыр сияқты бола алмайды. Өте жақсы, өте жақсы. Жаңа диаграммасын беру себебімізде жаңағы біз қасқырменен адам көрген жоқпыз. Біз көксерекпенен ақ қасқаның екеуінің арасындағы диаграммасы. Ортақ қасиетпенен жаңағы екеуінің айырмашылығы.
Міне осыдан біз жаңағы адам менен қасқырдың ұқсастығы бір-бірінен жоқ екен. Мінез жағынан біраз болатын шығар, бірақ дегенмен де біз табиғаттың жаратылысына аңменен адамды біз еш уақытта да қайтеміз тең қоя алмайды екенбіз. Келесі, Құрмаштың өліміне кім кінәлі? Адамдар. Себебі ауылдағы Өйткені осы көксеректі иттерге талатып оны байлар қатыгездік жасады. Себебі осы көксеректі ызаландырып және де немесіне осы намысына тиген. көксеректі ызаландырып намысына тию. Жаңағы Құрмаштың өліміне кім кінәлі? Құрмаштың өліміне жалпы тағы кім кінәлі деп ойлайсыздар, Арман? Немесіне көкесі, әкесі. Әкесі де кінәлі деп ойлайсыздар, көксеректің өзі кінәлі деп ойлай аласыздар ма балалар? Көксеректің өзі жоқ. Оны ызаландырып Еш уақытта да үйрете алмайды екенбіз, өйткені біздің дәлеліміз жоқ. көксеректің Көксерек. әрекеті екен. Өте жақсы. Жақсы балалар, сабағымызды қорытындай келе, егер мен кейіпкер болсам, осы шығарманың кейіпкері болсам, басты кейіпкердің орнында болғанда қандай шешім қабылдаушы едім? Бір ауызбенен. Егер мен кейіпкер болса, не істер едім? көксеректі далаға жібере салушы Бостандыққа жіберуші едім. Егер мен басты кейіпкер болсам, оны ұрғызбаушы едім. Қорғаушы едім. мен егер кейіпкер болсам, оны Байлатқызбаушы едім. Аяулым, кейіпкер болсам не істер едім? жаспаушы едім. Қастандық жас. Адам көксеректі қорғап, оны өз қандастарына, Отбасына жіберер едім, Егер мен кейіпкер болсам, көксеректі басында оны бостандыққа жіберуші. Басында бостандыққа жіберуші едім, Егер мен бас кейіпкер болсам, Егер де мен басты кейіпкер болсам, осы кімнің көкесінің орнында болсам, осы Құрмашпен кімді неге тауға қоя бермеуші едім? көксеректі жаңағы тауға қоя беруші едім. Өте жақсы балалар. Міне сонда қорытындай келетін болсақ балалар, әр табиғаттың өзінің заңына ешкім қарсы тұра алмайды екен. Әр табиғаттың өзінің заңдылығы бар екен. Сол заңдылығы менен көксерек те өзінің неместеді, жыртқыштығын жасаған екен. Енді сабағымызды қорытындылай келе, қазір біз сабағымызды кері байланыс берейік. Мынаған қазір өздерің ойларыңды бүгінгі сабақта не түйіндеріңдер, не түйгілерің келеді, не айтқыларың келеді, осыменен қазір сабағымызды қорытындылап, мына кітапшаға өздерінің ойларды жазып шығарып, бір ауыз сөзбен ғана 3 оқиғаны тізбектеп жазып шығарып, өздеріне қай оқиға естерінде қатты сақталды? Мысалы, менде осы көксерек әңгімесін үнемі оқыған сайын, көксеректің Құрмашқа шабуыл жасағандағысы осы оқиға менің есімде қалып қойды. Мен бұл оқиғаны еш уақытта да ұмытпаймын. Ал сендерде қандай оқиға естерінде қалды? Көксеректің ең алғаш күшік кезінен ауылға келгеннен бастап, аяғына дейінгі 3 жаңағы оқиғаны жазып шығайық. Естерінде 3 дәлел жазамыз. Ал енді мына топта адам көксеректі қатыгез етті дегенге 3 дәлел жазамыз. Осы параққа жазамыз, қарсыланы параққа орындаймыз. Әркім жеке-жеке өзіміз жазамыз. Тамаша, Ақтасқа тобы бірінші болыпты. Бірінші оқиға көксеректің ауылға келуі, екінші оқиға ауыл иттерімен төбелесуі және көксеректі атуы. Үшінші оқиға көксеректің қашып кетуі. Өте жақсы. 3 оқиға есінде қалды. Бірінші оқиға күшіктің келуі, екінші оқиға ауыл иттерімен төбелескені, үшінші оқиға орманға кетіп қалуы. Өте жақсы. Бейбарыс, сенде қандай оқиғалар есінде Бірінші қалды? оқиға
Ол күшік кезінде ауылға келгені. Екінші оқиға ол құрмашқа шапқаны. Үшінші оқиға оны ауылдағы иттерге талағаны. Ол иттерге таланғандығы, ол да жаңа көксеректің немесінде көңілінде қалып қояды. Жақсы, кім аял? Бірінші оқиға көксеректің ауылға келуі, екінші оқиға ауыл итімен төбелесу, үшінші оқиға орманға кетуі. Орманға кетуі. Жақсы, өте жақсы. Өте жақсы, тамаша болады. Енді келесі көп жақтауынан адамзат бізде көксеректі жақсы көріп алып келді, бірақ оны қатыгез етті. Себептері, дәлелдері. Қандай дәлел келтіре аласыңдар? Неден жарамасы? Бір ауыз сөзбен ғана үш оқиғаны тізбектеп жазып шығарды. Өздеріне қай оқиға естерінде қатты сақталды? Қай оқиға естерінде қатты сақталды? Мысалы, менде осы көксерек әңгімесін үнемі оқыған сайын, көксеректің құрмашқа шабуыл жасағандағысы осы оқиға менің есімде қалып қойды. Мен бұл оқиғаны еш уақытта да ұмытпаймын. Ал сендерде қандай оқиға естерінде қалды? Көксеректің ең алғаш күшік кезінен ауылға келгеннен бастап, аяғына дейінгі үш жаңағы оқиғаны жазып шығарды. Естерінде жасалған көрген жақсы. Ай. Мен қатыгез емеспін. Мен құрмашпен таныстым. Құрмаш маған жылулықпен қарады. Адамдарға неге сенбеймін? Өйткені мені аямады, ұрды, қатыгез болды. Ауыл иттеріне талатты. Мен неге орманға оралдым? Мен өсе келе өз үйірімді таптым. Өсе келе мен өз үйірімді таптым. Өте жақсы. Айша? Мен дала тағысымын. Адамдарға неге сенбеймін? Өйткені адамдар мені байлап қойды. Мен неге орманға оралдым? Мен өсе келе өз үйімді таптым. Мен өсе келе өз үйімді таптым. Үйірімді таптым. Жақсы, Бейбарыс. Менің атымды Құрмаш деген бала қойды. Ол маған өмір сүруді үйретті. Адамдарға неге сенбеймін? Мен адамдарға сенбеймін, өйткені олар мені кішкентай кезімнен ұрып, иттерге талатты. Мен неге орманға оралдым? Мен орманға өзімнің қандастарымды тауып оралдым. Жақсы, қандастарымды тауып оралдым дейді. Аяғым? Мен талап тағысым, мен адамдарға неге сенбеймін? Өйткені адамдар мені ұрып және ауыл иттеріне талатты. Мен неге орманға оралдым? Өйткені мен өзімнің бөтен екенімді білдім. Мен өзімнің бөтен екенімді білдім дейді. Өте жақсы, иә, балалар? Сонда бізде көксерек қатыгез бе, балалар? Көксерек қатыгез. Оны кім қатыгез қылды? Адамдар қатыгез қылды, иә? Көксерек бізде қорғансыз ба? Қорғансыз. Өйткені оны ауыл адамдары қайтты. Ауыл иттерге Оны соғуға жықты, итке қаратқызды. Және байлап қойды, ол мәжбүрсіз қайтты, ол далаға қашып кетті. Егер оған күтім өте жақсы болатын болса, егер оның басқадай жаңағы тәрбие көретін болса, мүмкін көксерек бізден ауылдан кетер ме еді? Ауылдан кетпесе де, мүмкін ауылдан кетпесе. Өте жақсы, балалар, өте жақсы. Көксерек жайында біз жаңағы біраз дәлелдеп айттық. Енді бізде келесі салыстыру кестесі. Бағана біз көксеректің ішкі жан дүниесін ақтардық. Көксеректің жүрегімен сөйледік. Біз алдындағы талдауда мәтінде біз ауыл жаңағы адамдарын талдадық. Енді сендерге келесі кезекте салыстыру кестесі беріледі. Бұл салыстыру кестесі Құрмаш пен
көксерек екеуінің тегімен шыққан жері, мінезі, қоршаған ортаменен байланысы, одан кейін соңғы тағдыры. Құрмаштың соңғы тағдыры, көксеректің соңғы тағдыры. Бұл бір топқа беріледі. Екінші топқа Вен диаграммасы беріледі. Бұл Вен диаграмма және адамдар неге ол қасқыр сияқты бола алмайды. өте жақсы, өте жақсы. Жаңа Вен диаграммасын беру себебіміз де жаңағы біз қасқырменен адам берген жоқпыз. Біз көксерекпенен ақ қасқаның екеуінің арасындағы Вен диаграммасы. Ортақ қасиетпенен жаңағы екеуінің айырмашылығы. Міне осыдан біз жаңағы адам менен қасқырдың ұқсастығы бір-бірінен жоқ екен. Мінез жағынан біраз болатын шығар, бірақ дегенмен де біз табиғаттың жаратылысына аңменен адамды біз еш уақытта да қайтеміз, тең қоя алмайды екенбіз. Келесі, Құрмаштың өліміне кім кінәлі? Адамдар. Себебі? Ауылдағы Өйткені көксеректі иттерге талатып, оны байлар қатыгездік жасады. Себебі? осы көксеректі ызаландырып және де немесіне осы намысына тиген. Көксеректі ызаландырып намысына тию. Жаңағы Құрмаштың өліміне кім кінәлі? Құрмаштың өліміне кім кінәлі деп ойлайсыздар, Арман? Немесіне көкесі, әкесі. Әкесі де кінәлі деп ойлайсыздар, Көксеректің өзі кінәлі деп ойлай аласыздар ма олар? Көксерек кінәлі жоқ. Оны ызаландырып мәтінмен, фабуласымен таныс болғанбыз. Енді фабуланы таныс болғаннан кейін бұл мәтін бізге жаңа мәтін болып келмейді. Өйткені бұл мәтіннің біз уақиғасын білеміз. Енді осыны ары қарай қазір талдаймыз. Мәтінде не айтылған екен, не жайында екен, қандай ой түйіндейсіңдер осы мәтіннен. Өзіміз ақылдасып, ортамыздан біреуіміз жаңағы жауап беруге болады. Бағана өздері мәтінді оқыған уақытта мына көкжал тобы соны дәлелдеп айтып берген. Енді соны естеріңе түсіріп отырып, мәтінді жалпы фабуласын есімізге алмайды екен. Ол бәрібір де даланың заңына қайтеді. Қанында бар дүние, ол бәрібір даланың заңына бағынады екен. Жақсы. Енді келесі тапсырмамызды орындайық. Келесі тапсырма бізде персонаждық эмпатия. Бұнда балалар шығарманы адам емес, қасқырдың жүрегімен көрейік. Біз бағана өзіміз сол қасқырды өзіміз дәлелдедік қой, өзіміз талдадық қой. Қасқырдың жаңағы жыртқыш екендігін, қасқырдың ол үйде ешқандай да жаңағы үйіршік бола алмайтындығын, ол жаңағы ауылдағы малдарды жеу. Енді біз өзіміз көксерек болайық. Көксерек қатыгез бе, әлде қорғансыз ба деген сұраққа жауап іздейік. Яғни мен бұл дала тағысы екен, адамзат деген қатар тұра алмайды екен. Қазір қайдан деп орындарын оқытыңдар? Екекіден ғана сөйлер, екекіден. Енді бізде мына жерде бір оқушы көмек қажет дейді балалар. Бізде маған бүгін сабағым көксеректің оқиғасы қатты ұнады дейді, балалар? Қатты ұнады дейді. Жаңа мына жерде мүмкін байқамай қойып қалдым. Егер көмек қажет болатын болса, көмек береміз. Қандай сұрақтарың бар балалар? Сол сұрақтарға біз жауап бере аламыз. Енді үй тапсырмасын жазып аламыз. Үйге үй тапсырмасын жазып алайық балалар. Үйге
Иә. Менің көк күшігім деген тақырыпқа есе жазып келеміз. Менің көк күшігім деген тақырыпқа есе жазып келеміз.